Blender бағдарламасының жүктеп орнатқаннан кейін және де сол бағдарламаны ашқаннан кейін біздің көз алдымызда осындай терезе шығады. Біз осы терезеде екі бағанды көре аламыз. Оң жақтағы баған бізге қатты маңызды емес және оның керегі жоқ. Сондықтан көңілімізді сол жақ бағанға аударайық. Сол жақ бағанда біз General, 2D Animation, Sculpting және де тағы басқалар батырмаларын көре аламыз. Осы батырмалар арасынан General батырмасына тышқанның сол жақ батырмасымен басамыз. Басқаннан кейін біздің көз алдымызға Blender бағдарламасының интерфейсі шықты. Яғни біз General батырмасына басып, жаңа жұмыс файлын аштық Blender бағдарламасының ішінде. Blender бағдарламасының интерфейсімен танысуымызды бастайық. Ең алдымен жоғарғы жақтағы аумаққа назарымызды аударамыз. Осы аумақта біз файл, өңдеу және де терезе параметрлеріне арналған батырмаларды көре аламыз. Осы батырмалардың оң жағында біз Blenderдің әр режиміне арналған батырмаларды көре аламыз. Осы аумақтан төменге қарай түссек, біздің көз алдымызға көрініс аумағы түседі. Көрініс аумағы немесе көрініс терезесі, ағылшынша viewport. Осы аумақта біз өзіміздің үшті объектімізді көре аламыз. Көрініс аумағымыздан төменге қарай түссек, көз алдымызға уақыт аумағы түседі. Уақыт аумағы ағылшынша таймлайн. Бұл аумақ көбінесе аниматорларға арналған. Сондықтан қазіргі кезде қатты маңызы жоқ. Көрініс аумағымыздан оңға қарай жылжысақ, жоғарғы жақта біз тізім аумағын көре аламыз. Тізім аумағында біз өзіміздің көрінісіміздегі бүкіл үшті объектілерімізді тізім ретінде көре аламыз. Және де өзімізге керекті кез келген объектті таңдап, көрініске байланысты параметрлерін реттей аламыз. Көрініс аумағынан төменге қарай түссек, оң жағында біз параметрлермен жұмыс жасау аумағын көре аламыз. Бұл аумақта біз өзіміздің объектімізге қатысты немесе көрінісімізге қатысты бүкіл параметрлерді реттеп, солармен жұмыс жасай аламыз. Осы аумақпен толықтай келесі видеороликте танысамыз. Біз енді Blender бағдарламасының интерфейсімен танысқаннан кейін, Blender бағдарламасында қалай навигация жасаймыз? Біз өзіміздің назарымызды көрініс аумағымыздың оң жақ бөлігіне аударсақ, біз осы жерде құрылғылар, яғни инструменттерді көре аламыз. Осы негізгі үш инструмент навигация жасауға арналған болып саналады. Ең біріншісіне тышқанның сол жақ батырмасымен басып, сол батырманы жібермей тышқанымызды жылжытсақ, біз өзіміздің үшті объектіміздің айналасында айнала аламыз. Осы құрылғымен өзіміздің үшті объектімізді әр жақтан көре аламыз. Осы құрылғыдан төменге қарай түссек, біздің көз алдымызға лупаның суретіндегі құрылғы түседі. Осы құрылғыға тышқанымыздың сол жақ батырмасымен басып, сол батырманы жібермей тышқанымызды жылжытсақ, үстіге астыға қарай, біз өзіміздің объектімізге жақындай аламыз, немесе объектімізден алыстай аламыз. Содан кейін, осы лупаның астында біз қолдың суретіндегі құрылғыны көре аламыз. Осы құрылғыға дәл солай тышқанымыздың сол жақ батырмасын басып, тышқанымызды жылжытсақ, біз өзіміздің көрінісіміз бойынша қозғала аламыз, кез келген бағытта. Осы Blender бағдарламасындағы навигация құрылғыларын күнделікті өмірде қолдану қиыншылыққа тудыруы мүмкін. Себебі әр құрылғыны жеке-жеке қолдану тағы да уақытты алады. Осы мәселені шешу үшін Blender бағдарламасында жылдам батырмалар бар. Немесе горячие клавиши, шорткат ағылшын тілінде. Олар нені білдіреді? Мысалға, біз өзіміздің тышқанымыздағы орта батырманы, яғни дөңгелек батырмасын басып, сол батырманы жібермей тышқанымызды жылжытсақ, біз өзіміздің объектіміз бойынша айнала аламыз. Және Shift батырмасын басып, тышқанымыздағы дөңгелек батырмасын басып, тышқанымызды жылжытсақ, біз өзіміздің көрініс аумағымызда қозғала аламыз. Және де Ctrl және тышқанымыздағы дөңгелек батырмасын басып,
тышқанымызды үстіге немесе астыға қарай жылжытсақ, біз өзіміздің объектімізге жақындай аламыз, немесе объектімізден алыстай аламыз. Немесе біз тышқанымыздағы дөңгелек батырмасын қолдансақ, жеке дөңгелек батырмасын қолдансақ, яғни дөңгелегімізді айналдырсақ, біз дәл солай өзіміздің объектімізге жақындай аламыз, немесе объектімізден алыстай аламыз.